Assalomualaikum ақсақал. Уағалейкум ассалам балам. Маған әдеттегідей көкөніс пен жеміс-жидегіңізден салып бере беріңіз. Жарайды. Не жаңалық балам? Жаңалық сол, Рамазан басталғалы жоспарлағандай біраз салмақтан құтылыппын. Солай ма? Ал қанша күн әліспен жаман әдеттен құтылыпсың? Оны жоспарламаппын. Балам-ау, оразаны сонда тек ашу деп ойладың ба? Мынау есекке таңнан кешке дейін шөп салмай қойсам, оның да оразасы тағаны қойсын да. Айтпақшы, анау қасыңдағы екі көршің көрінбей кетті ғой. Өткенде екеуінің ауыздарынан ақ ит кіріп көгі шығып бір-бірімен қырық пышақ болып жатқандарын көріп қалдым. Екеуі де ауыз бекітік деген секілді. Оның үстіне Рамазанда шайтандар кісенделеді демеуші еді. Ана екеуіне қарап шайтандар кісенсіз қалған ба дедім ғой. Міне, көрдің бе балам? Оразаны тек ашу десек, нәтижесі осындай болмақ. Ораза күллі арсыздық пен жаманшылықтан тыйылып